Бүгінгі менің тақырыбым оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және инновациялық тәсілдер. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты оқушылардың алған білімін өмірмен байланыстырып, оны күнделікті өмірде еркін қолдана алатын функционалдық сауатты тұлғаны қалыптастыру болып келеді. Осы бағытта біз бастауыш сынып іргетасын қаланатын ең маңызды саты деп ойлаймыз. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығының дегеніміз оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде кез келген жағдайда тиімді пайдалана білу. Сонымен қатар, яғни осы оқушылар мектептен алған білімдерін өз өмірінде тиімді қолдануға үйрету ең басты біздің мақсатымыз. Енді функционалдық сауаттылықтың негізгі міндеті мұғалім баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, белсенділігін, шығармашылығын, ойлау қабілетін қалыптастырып, және баланың өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру керекпіз. Бастауыш білім беру деңгейі баланың жеке тұлға ретінде адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға және оның қабілеттерін, ынтасын, іскерлігін осы негізгі мектептің білім мазмұнына меңгеру және оқудың, жазудың, есептеудің, тілдік қатынастың осы шығармашылық тұрғыдан өзін өзі көрсете білу болып табылады. Енді осы тұрғыда мінез құлқы әр мәдениеттің берік дағдыларын дамытуға бағытталып, және осы таным әрекетіне жеке қабілеттер мен шеберліктерінің дамуын, осы функционалдық сауаттылығының қалыптасуын қамтамасыз етеді. Осының нәтижесінде ақпарат көздерімен жұмыс істей білуді, білімдері мен біліктерін өмірлік жағдаяттарда қолдана білуі, алған ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білуді, өзінің болжамдарын ұсыну және зерттеулер жүргізеді. Өзінің ойын негіздеп тұжырымдала біледі. Енді мұндағы іскерлік пен дағдыларын адами іс-әрекеттерді әртүрлі салаларда, сондай-ақ аралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынаста өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды білетін болады. Функционалдық сауаттылықтың ерекшелігі қандай? Енді бұнда оқу мен жазу базалық деңгейі болып табылатын болса, нақты жағдаяттар кезінде адамның мінезін пысықтайды, тұрмыстық мәселелерді шешуге бағыттайды. Осыған байланысты бұл өзімнің тәжірибемде көбінесе математика сабақтарында сараланған тапсырмалар қолдануға тырысамын. Өйткені сыныпта әртүрлі деңгейдегі балалар отыруы мүмкін. Кейбір балалар мысалы тез шығарып тастаса, кейбір балалар орташа, төмен деген сияқты, сондай әртүрлі нелерге бөлінгендіктен балалар әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды беруге тырысамын. Көбінесе мысалы балалар дүкенге баруы мүмкін, асханаға баруы мүмкін. Сонда мысалы біз ақшамен көбіне байланысты болады. Сондықтан балалар сол жерде өздері мынау ақша берген кезде өздері тез арада мысалы есептеп, мысалы қанша ақша берді, қанша ақша қайтару керек деген сияқты, соны енді күнделікті өмірде біз пайдаланғаннан кейін осындай есептерді қолдануға көбіне тырысамын. Содан кейін мынау оқиға пирамидасы деген әдісті көбіне аламын. Мұндағы ең басты мақсаты мұнда оқушылардың сөйлеу дағдыларын жақсарту және логикалық құрылымдауды үйрету. Көбінесе мұнда балалар енді өздерінің ойларын айтуға тырысады. Мұнда да әр деңгей бойынша, мысалы қандай да бір мәтінді алсақ, сол мәтіндегі қадамдарға бөлінеді. Мысалы сол ішіндегі мәтіні кейіпкері кім, мысалы қандай оқиға орнында болды, балалар өз ойын
еркін жеткізіп отырады. Сосын қандай уақытта, мысалы күз мезгілі ме, жаз мезгілі ме деген сияқты сол ішінен іріктейді. Сосын қандай, мысалы проблемалар болды, мысалы не себептен болды деген сұрақ, сондай туындайтын сұрақтар қоюға болады. Сосын мысалы оқиға немен аяқталды, балалар сонда мынау оқыған өзі мәтіндерін де мазмұндай алатын болады. Қазіргі кезде бізде мысалы бастауыш сыныптарда мазмұндауға кішкене балалар қиналады. Сондықтан осындай әдіс тәсілдерді алуға тырысамыз. Бала мынау сөйлеу үшін, тілдік мынау қорларын дамыту үшін осындай әдіс тәсілдерді қолдануға көбінесе әдебиеттік оқуда қолданамыз. Содан кейін 3-3-1 әдісі дегенді қолданамын. Мұндағы мақсаты оқушының оқу жазу сауаттылығын жетілдіру үшін және ой қорытуға баулу. Мұнда қазіргі таңда балалардың енді каллиграфиясы да бізде білеміз, бастауышпен жұмыс жасағаннан кейін каллиграфиясына назар аударамыз. Сондықтан бала өзі жазып, сауатты жазып және өзінің ойын қорыта білуге осы сабақта осындай тиімді әдіс тәсілдерді қолданамын. Мұнда енді тақырыпты қорытындылайтын 3 сөйлем жазады өзі мәтін бойынша. Содан кейін жазған 3 сөйлемнің 3 сөз, тек қана сол 3 сөйлемнің ішінен 3 сөз ғана таңдап алады. Содан кейін сол 3 сөзді қорытып өзінің пікірін айтады. Сондай әдіс тәсілдерді көбінесе өзімнің сабағымда жиі қолданамын. Енді көбінесе әртүрлі енді әдіс тәсілдерді де алуға болады. Мұнда бірнеше әдіс тәсілдерді де тағы да тіл дамытуға байланысты, математика сабағында да жаңа айтып өттік қой. Қазіргі мысалы таңда көбінесе өмірмен байланысты деп, ол болашақта балалар содан кейін өздері қолдана білу үшін әртүрлі тәжірибелерді көбінесе сабақта қолданып көрсетеміз. Енді қорыта келе, осы бастауыш сыныпта функционалдық сауаттылықты дамыту үшін мұғалімнің басты міндеті әр тапсырманы баланың өмірімен байланыстыру және жаңашыл әдістерді көбінесе енгізу, балаға мотивация беру. Содан кейін осы оқушының болашақта өз бетпен әрекетін, өзінің әрекет ете білу жолдарын ашып беру деп ойлаймын.